Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын әрі ерекше рогалик самса дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер және міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керек заттарды дайындап аламыз. Бізге сүт, 2 жұмыртқа, ұн, ашытқы, тұз, шекер, сары май және 1 жұмыртқаның сарысы қажет болады. Ыдысқа алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды үккіштен өткізіп саламыз. Әр үккіштен өткізер кезде майымызды ұнға аунатып аламыз. Міне барлығын өткізіп алып, үстіне барлық керек ингредиенттерді саламыз. Тұз, шекер, 2 жұмыртқаны және ашытқы, 1 жұмыртқаның сарысы, сүт барлығын салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қолымыздың көмегімен қамыр илеп аламыз. Міне иленген қамырымызды алып, пакетке салып, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына фарш және майдалап туралған пияз қостым. Тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сіздерде егер фарштарыңыз майсыз болса, сұйық май қосып жіберуге болады. Қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Теңдей етіп 3 бөлікке бөлеміз және әр қамырымызды алып, рогаликтің формасы шығатындай етіп, дөңгелек етіп жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырды пышақтың көмегімен немесе арнайы кескіштің көмегімен 8 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген әрбір қамырдың ішіне салмамызды салып, дайындап шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, түйіп шығамыз. Міне осылай орап, рогаликтің формасына келтіріп түйіп аламыз. Барлық қамырды дайындап аламыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, барлық түйілген рогалик самсаларын салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлығына жағып алып, үстіне күнжіт немесе мак сеуіп әсемдейміз және 200 градус қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің рогалик самсаларымыз дайын, жасап көріңіздер. Салатымыз дайындайтын боламыз. Бұл өте оңай әрі өте жеңіл салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз картофель пай дайындап аламыз. Ол үшін үккіштен 2 картопты жақсылап өткізіп алып, бір ыдысқа салып, 2-3 рет мұздай суға жуып аламыз. Үстелге қағаз майлық төсеп, міне картоптарымызды салып, кептіріп аламыз. Қызып тұрған майда кепкен картоптарымызды аз-аздан салып, қуырып аламыз. Сарғайғанша қуырамыз. Майдан бөлек алып аламыз. Салатымыз дайындауға кірісеміз. Піскен етті алып, соломка етіп тураймыз. Ет менде жылқының еті. Сіздер қалауларыңызша сиырдың етін қолдансаңыздар да болады. Ұзынша етіп турап, ыдысқа саламыз. Ары қарай үстіне қиярымызды салатын боламыз. Қиярды да ұзынша етіп турап аламыз, яғни соломка етіп тураймыз. Турап алған қиярымызды ыдыстың ішіне салып, оның үстіне жұмыртқаны, яғни піскен жұмыртқаны тураймыз. Барлығын ыдысқа салып, үстіне консервідегі кукурузаны, яғни жүгеріні саламыз. Оның үстіне майонез қосып, кішкене шым-шым тұз қосып, барлығын қасықтың көмегімен араластырып, ыдысқа саламыз. Міне біздің өте дәмді әрі тойымды салатымыз дайын.
бетін картофель паймен әсемдеп жақындарымызға ұсына береміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.